Мысалы, 1180, 703, 051, 492, 863 саны орта ғасыр ислам әлемі һәм Европада 1000, 5 рет һәм 1000, 4 рет һәм 80, 1000, төртеу һәм 700, 1000, 3 рет һәм 3000, 3 рет һәм 51,000, 2 рет һәм 400,000 һәм 92,000 һәм 863 деп оқылған һәм жазылған. Мысалдарды бұл тәрізде оқу һәм жазу математика пәнінің қала берді математика менен байланыслы барлық пәнлердің рауажлануына онамсыз тәсір көрсетіп атырған еді. Хорезми 9 белгіден ібарат хинд саны жәрдемінде шексіз мұғдарды белгілейтұғын және оны аңсатлық менен аңлатушы санақ системасын жаратты. Хиндлердің 9 белгіден ібарат санақ системасы жетіліскен санақ системасына айлану үшін 0 цифр ойлап табылып, ол өз орнына қойылуы керек еді. Хорезм тарапынан 0 цифрдің ойлап табылуы инсан іліми санасының жүдә үлкен жетіскенліктерінен бірі болып табылды.